Okay, let me show you something mind-blowing. What is Адамдарға сіз туралы жаман ойлауға рұқсат беріңіз. Сіз әлемдегі ең жақсы адам болуыңыз мүмкін. Бірақ сізді жаман етіп көргісі келетін адам сізден әрдайым тек жаман нәрсені көреді. Қаншалықты бұл адамның ойын өзгерткіңіз келсе, олар сіздің жақсы екеніңізге күмәндануға соншалықты көбірек негіз тапқандай сезінеді. Сіз ең керемет адам бола аласыз. Бірақ егер адамның әлемді көруі бұрмаланған болса, ол сізді де солай көреді. Бұл жерде сіздің еш кінәңіз жоқ. Сондықтан оларға өзіңіздің жақсы екеніңізді дәлелдеуді тоқтатыңыз. Сіздің құндылығыңызды түсінбейтін адамдарға күш пен уақытыңызды жоймаңыз. Өзіңіз қандай болсаңыз, өзіңізді сол күйде қабылдаңыз. Басқаларды да өз күйінде қабылдаңыз. Адамдарға қандай жақсы екеніңізді түсіндіріп, олардың ойын өзгерту сіздің жұмыс емес. Сіздің жұмыс өзіңіздің ең мықты нұсқаңыз болуға тырысу.